Biz aldığımız sabahımızda azamattық құқық туралы түсінік қалыптастырдық. Азаматтық құқық деген түсінікті ме бәрімізге? Қандай қағидаттар бар екен сонымен? Жеті қағидат бар. Біріншісі азаматтық қол ұстаушылық. Екіншісі бір-бірден тұрып айтсақ күшті болады дейді, шұғылады. Келесі үшінші қағидат. Үшінші қағидатты меншікке қол ұстаушылық ол не деген сөз? Адамның меншігіне, жеке меншігіне басқа зат менікі деп алуға болмайды. Яғни қол сұқпау дегеніміз біреудің затын өзіндікі заты қылып алуға болмайды деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар, мына жерде дұрыс біздің жаңағы нелеріміз жазып берді, мен сіздерге көрмей тұр. Азаматтық құқық дегеніміз мүліктік және жеке мүлік емес қатынастарды реттеп отыратын құқықтық нормалар жиынтығы. Оның мақсаты осы қоғамда экономикалық қатынастарды дамыту және азаматтық субъектілердің заңды мүдделерін қорғауды жүзеге асыру. То есть адамның өзінің құқығын қарастыру. Так, енді келесі сіздерге бұл жасқа сегіз. Қараңыздаршы, мынау не? Менің автокөлігім, мынау? Менің үйім, мынау? Менің заттарым. Сонда келесі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Менің өзімнің затым деген сөз, иә? Қалай меншік иесі, меншік деп жаңа айтып отыр ғой менікі. Сол қалай меншік иесі бола аламыз деген тақырыпты бүгін қарастырамыз, иә? Мысалы апаға мысал ретінде қарайтын болсақ, мысалы біз бір жерден телефон алатын болсақ, біз оның личный, яғни жеке иесі бола аламыз. Яғни ол біздің затымыз, біз не істесек те оған бәрі істей аламыз, яғни ол біздің жеке меншігіміз бола аламыз. Толықтырып тек жеке меншік дегеніміз адамның сатып алған меншігі, яғни адам басқа нәрсені басқа өзіне керегін сатып алса, ол жеке меншігі болады. Және адам басқа да заттар ойлап қалатын болса, сол адамның жеке меншігі болып саналады. Жаңа айтып кеткен тұрғын үйлерде айтуға болады, оларға қосуға болады. Заңды түрде иесі бола алады. Так, енді қазір бізде осы оқу мақсатымыз бүгінгі, иә, тақырыбымыз. Меншік түрлерін анықтау керекпіз. Қандай ғана меншік түрлері болады екен? Одан кейін меншік құқығына ие болудың және тоқталудың жолдарын құқықтық жағдаяттарды талдау арқылы қарастыратын боламыз, иә? Енді біз білуіміз керек, меншік ұғымын білуіміз керек, меншіктің түрлері жіктей алып. Меншік дегеніміз қандай да болсын қоғам мен қоғамның құрылымының негізгі ол адамзат дамуының алғашқы сатысында ежелгі адамдардың өз олжасын алдымен жеке меншік, кейінгі ұжым болып есептеледі. Осы меншіктің ішінде бізге белгіленген жеке меншік ұғымына анықтама берсек, жеке меншік жеке азаматтардың және мемлекеттегі заңды тұлғалардың олардың бірлестігінің жеке меншігі. Қыздар жігіттер, сендер гүлдеп тоқтатыңыздар. Болды, сіздердің уақыттарыңыз бітті, дайындалып бар. Сондықтан бір-біріңізді тыңдайсыз. Және ма? Қазір соңында бұл бойынша сіздерге сұрақтар толық тақырып бойынша болады. Сондықтан бір-біріңізді тыңдап отырыңдар. Әркім қазір өзінің ғана тақырыптарын қарастырып ғой, сол үшін бір-біріңіз қазір тыңдаңдар. Тыңдамасаңыздар, онда қазір шоңыздар тақырып бойынша ойындарды ойнай алмай қаласыздар. Тыныштау тұрайық, иә? Меншік құқығына ие болу негіздеріне келетін болсақ, меншік құқығын меншік иесінің қолындағы мүлкіне, меншік құқығын басқа адам иеленуі мүмкін. Егер сол меншігі бар адамнан сол меншікті сатып алатын болсаңыз, немесе жалға алатын болсаңыз, сол меншікке ие болуға мүмкіндік туады. Яғни жеке меншіктің үш түрі болады. Ол дербес меншік. Ол меншік табыс әкелмейді. Яғни ол жиһаз немесе сіздің үйіңіз. Яғни ол сіздің жеке меншік затыңыз және де ол зат сізге табыс алып келмейді. Жеке еңбек. Ол мысалға келтіретін болсақ, қарапайым сөздер, мысалы бизнес, жеке еңбек. Ол сіздің өзіңіздің отбасыңызға немесе табыс алып келеді. Еңбектік емес, жаңа айда таныстырып өтті, жалдамалы немесе біреуден сатып алсаңыз,
немесе көбінесе осы жерде айтып өтсем мұра қалғаны және де біреуден атадан қалған жекеменшік құқығына болу негіздерінің бірі жаңа затқа ие болу құқығы. Егер де сіз ол затты сатып алсаңыз, өзіңізге иемденсеңіз, не болмаса сізге мұрадан қалса, ол зат сіздікі болады және өзіңіздің меншігіңіз болады, өз иелігіңізде. Бізде енді жеке меншікте екі негіздерден жеке тұлғалардың меншігі, заңды тұлғалардың меншігі. Жеке тұлғалардың меншігінде жеке адамның меншігін айтуға болады. Ал заңды тұлғалардың меншігінде жаңағы жеке адамның меншігінің заңды түрде кімнің артында тұр? Сол заңды түрде артында тұрған адамның меншігі болады. Яғни мысалы бізде мына кітап біздің меншігіміз болғанымен кітап заңды түрде басқа адамның артында тұрады. Одан мемлекеттің заты болып саналады. Ол заңды тұлғасы мектеп болып есептелінеді. Және меншіктің құқығын тоқтату туралы айтуға болады. Меншіктің құқығын тоқтату, яғни өзіміздің затымызды, өзіміздің меншікте тұрған затымызды басқа нәрсеге сатып жіберіп, немесе сыйлыққа беруге болады. Тура меншік иесі болудан бас тарту деген. Сонда ол меншіктік деген тоқтатылады. Сол жерде тоқтатылады. Демек сізден өткеннен өтсе, басқа біреуге ол уже сіздің жеке меншігіңіз болып саналмайды. Есептермейді екен. Рахмет. Сіздер бекіншілік бар, сіздер қайсы ұжым тоқтауыңыздарыңыз? Қалған кім күбірлеп отыр? Күбірлемеші, пожалуйста. Меншік дегеніміз азаматтық құқықтың әртүрлі субъектілер арасындағы материалдық бұйымға мүлікке ие болып байланыс қатынастырады. Меншік құқығы дегеніміз ол субъекті тиесілі иесі өз қалауынша пайдалануға заңнамалық актілер арқылы қорғалатын және мойындалатын жекеменшік құқығы. Сонда жолдастық дегеніміз не екен? Ұжымдық меншікке сонда не жатты? Қайтадан бір толықтырыңыз, ұстап қалды. Ұжымдық меншікке жолдастық деген екі адамның арасындағы меншік деуді айтамыз. Ал мәселе кезінде ол жер учаскелерін жеке меншік ретінде құқығын беру кезінде қолданылады. Мысалы, ол көптеген көп қабатты пәтерлерді және де жер серіктестердің арасындағы жер учаскелерін бөлу және де оны рәсімдеу кезінде қолданылады. Жолымен қалыптасқан сенелген заңды құқығы бар және өзіндік жарғысы бар. Деп ойлаймын, мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Жеке меншік деген сөздің мағынасын толықтай түсіндік деп ойлаймын. Кооператив қайсына жататынын, одан акционерлік қоғам деген не екенін, ол қайсына қай меншіктің кімге жататындығын толық білдік деп ойлаймын. Рахмет. Хорошо, рахмет. Көп отыра қойыңыздар. Бұл бізде жаңағы бекіту. Бекіту үшін сақтап. Келесі үшінші тобын салыңыздар. Үшінші топ сіздер не айтасыздар? Мен оқушыларға жаңағы аттестацияда беріп тастаған өздері қандай сіздер жасап берген? Бізде жемісті берілген ағаш. Каждый жемістің артында бір осы тақырыпқа байланысты сұрақтар бар. Және осы азаматтық құқыққа байланысты 8 параграфқа байланысты сұрақтар бар. Екі негізде қамтыдыңыздар. Итақсынасыша жаңа тақырыптан бастаңыз. Ой, тоқта. Біреуін шығып аласыңыз егер негізі. Тез тақырыптан біреуін шығыңыздар. Екінші тоқта. Азаматтық құқық. Азаматтық құқықтан білері жатқан жүйе айта ғой. Жаңа затқа ие болу құқығы және меншік иесінің қолына мүлікке меншік құқығын басқа адам иеленуі мүмкін. Келісімшарт бостандығы, Меншіктің құқығы қорғалуы және де несие берушінің заңды мүддесіне Жеті қағидатын қатынас субъектілерінің тетігі меншікке қол сұқпақшылық, жаңа айтып өткендей азаматтық құқықтық келісімшарт бостандығы, жеке істерге мемлекет пен үшінші жақтан
несие берушілер заңды мүддесі мен құқығын қорғау, азаматтардың қорғалуы. Хорошо. Екінші келесі. Онда сіз екінші тұр. Уақыт. Меншік пен жеке меншік туралы Қазақстан Республикасының Конституциясының қай бабында айтылады? 6-шы бабында. Молодец. Келесі сұрақ. Тез шықыңдар. Азаматтық құқық ұғымын қалай түсінесіз? Азаматтық дегеніміз ол әр адамның өз құқығы болады, жеке меншік заттары болады. Оны басқа бөтен адам келіп, алуында, сатып алуында жоқ болмайды. Келесі. Сіздер ма? Менің бүгін белсенділік танытып жатқан ұлдарым екен. Мемлекеттік дегеніміз не? Қандай Мемлекеттік меншік кімдер саған бермеді? Сіз деген достар айтыңызшы. Иә? мемлекеттік меншік дегеніміз яғни Бізге меншік құқығына баға берілген. Я сонда менің айтпағым жаңағы әрқандай біздің біздегі нәрселердің бәрі заңды түрде жасалынады. Заңды түрде біздің жаңағы құқықтық меншік дегенге өзіне бір определение берілген, ол содан асып кетпеуі керек деген сөз. Енді сіздерге тапсырма берілді, жаңағы өз топтарыңыздың аты бойынша тез-тез тапсырмаларыңызды бір-біріне, топтар бір-біріне тапсырмалар дайындап жіберіңіздер деген. Қане, бірінші топ тез-тез тапсырма. бізде азаматтық құқық жайлы сөздер құрастыру және сөйлемдер Түзету қалады. бізде азаматтық құқық және де тоғызыншы параграф меншік. Азаматтық құқық субъектілері азаматтық негіздерге қатынастарға қатысушылар. Бұл жердің ойының шартын тез-тез қысқаша айтасыз. Ойының шарты бұл жерде қазір сөйлем оқиды, сол сөйлемнің ішіндегі дұрыс емес бір сөз жазған, сол сөзді басқаша сөзге аударып жазылған. Бір сөз қате жазылды. Қайтадан оқышы тез-тез. Азаматтық құқық субъектілері азаматтық негіздерге қатынастарға қатысушылар. Азаматтық құқық субъектілері бұл азаматтық құқық нормаларына қатысушылар. Нормаларына қатысушылар. Дұрыс па? Келесі сөйлем тез. Азаматтық құқық қағидаттары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің жамбыл бөлімінің 4-ші бабына Екінші бабында көрсетілген. Екінші бабында көрсетілген. Келесі сұрақ. мүліктік қатынастар материалдық игіліктер негізінде қалыптасқан қоғамдық қатынастар. Тағы да. Мүліктік қатынастар материалдық игіліктер негізінде қалыптасқан қоғамдық қатынастар. Мүліктердің азаматтық айналымына қатысты қоғамдық қатынастар мүліктің нақты құны бар. Яғни ол жеке мүліктің еместігін айтып жатыр да бұл. Иә, дұрыс иә. Мүлдем бір сөз мүлдем басқаша түсініп тұр, иә. Рахмет, келесі. Адамдардың жеке өміріне, жеке қарым-қатынастарына заңмен тыйым салынбайды. Азаматтық құқықтарды қорғаудың ең маңызды тәсілі келтірілген шығынды өтеуді талап етпейді. Билік ету құқығы азаматтық заңнамалық жағынан сату, сыйға тарту немесе тартып алу жағынан анықтау құқығы. Азаматтық билік ету құқығы дегеніміз сыйға тартудың орнына тартып алу, жалға беру немесе сату туралы құқықтардың белгісі. Тағы да екінші топ сіздерде. Бұл жерде тартып алу Қайсы? сату, сыйға тарту, жалға беру, тартып алу деп қосқан. Рахмет, көп отыра қойыңыздар. Келесі. Екінші топ сіздерде бар ма? Шығыңдар. Тез-тез түсіндіреміздар. Бір 4 сұрақ жеткізді деп ойлаймын. Уақытымыз қыса болды. Бұл жерде 3 топ бар, арнайы 3 сұрақтар берілген. Бір топқа осы бірінші карточкадағы сұрақтар, ал екінші топқа осы сұрақтар, және соңғы топқа осы сұрақтар. Әрбір топта бір
tez alып шығыңыздар да. Абай келесіздер, бір-бірден бүйтіп алып шығып сұрақ қойып жүргеніңіздер. Солай мына тезірек болады. Ешқандай уақытыңыз азаматтық құқықтардың қорғалуы. Азаматтық құқықтардың қорғалуы. Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың өз құқықтарын қорғау құқығы. Иә. Өзіңізден білемін ғой? Иә, өздері ала берсіздер. Меншік дегенде Бізде жаңағы алдыңғы тақырыппен осы тақырып екі тақырыпты қамтықтырыпты. Сол үшін, иә. билік ету құқығы дегеніміз не? Қандай билік ету құқығы? Biz apay. Иә. Билік ету құқығы заттың заңнамалық жағынан жаңа айтып өткен сату немесе сыйлыққа беру сатылған меншіктер бір-бірінің арасындағы қарым-қатынастың Екі жақтың тарапынан меншікке екеуінің де құқығы бар. Келісім шарт осыдан қандай дата? Бізде бар. Иә. Келісім шарт. кез келген келісімшарт жасай алады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің екінші бабында не көрсетілген? Иә, екінші бабында